Жолда жүру қағидаларына сәйкес, көлік құралдары техникалық регламенттердің талаптарына сай болу керек. Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы Кеден одағының техникалық регламентінде алдыңғы көру аумағына қойылатын талаптар белгіленген. Мен барлық жүргізушілерге қатысы бар негізгі жайттарды ғана атап өтейін. Біріншіден, жүргізуші орнынан көруді шектейтін қосымша жабындардың болуына жол берілмейді. Оларға барлық пленкалар, перделер, жапсырмалар жатады. Бұл талап тек алдыңғы әйнекке және алдыңғы бүйір әйнектерге қатысты. Екіншіден, әйнектерді қараңғылауға және бояуға тек оларды дайындаған кезде ғана рұқсат етіледі. Себебі шыны жасайтын кәсіпорын оның жарық өткізгіштігін тексереді. Ол кем дегенде 70% болу керек және олар оған әйнекке, яғни сертификат береді. Осылайша алдыңғы және алдыңғы бүйір әйнектерді қараңғылау тек өндірісте дайындалады. Автокөлік жиналғаннан кейін пленкалар жапсыруға болмайды. Бұл қағидалар жол қауіпсіздігін және жүргізушілер үшін көру аумағын жақсартуды қамтамасыз етуге бағытталған.